Салем достар, біз бүгін өте дәмді қызылша салат жасайтын боламыз. Бізге қажетті заттар қызылша мен алма, және қызылшамызды 4 бұрышты етіп, яғни кубиктап турап алатын боламыз. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Балалар өте жақсы көреді. Мінекей барлығын осылай 4 бұрышты етіп турап, ыдысымызға салып, алмамызды қабығынан аршып, және бұны да 4 бұрышты етіп тураймыз. Барлығын турап болған соң майонезімізді қосып, йогурт қоссаңыздар да болады, өздеріңіз қалауынша. Өте дәмді салат, әрі пайдалы салат. Ұнаса лайк басып, подписацияны басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.